Қарасаңызшы, қазақтың керемет сөзі. Екі жастың арасына есі кеткен сөз дейді. Енді ана баласына мына келінді қойып беріп жібер, қызына қайтып кел, сыртыма сиясын деп отқан адамдар, есіңіз бар ма? Қалай ойлайсыз? Есі бар адам араласпайды деп отса, сіз кімсіз сонда? Есі бар адам бұны жасамайды. Былайша айтқан кезде не дейді? Ақылы бар адамның ісі емес бұл. Мен айтар едім, баласы барларға, біліп алыңыз, балаңыз ертең қияметте сол келіншек үшін жауап береді ғой. Ойлаңызшы, келін деген қандай болады? Ер адамдар үшін осыны түсіндірейік. Әйел адам қыз кезінде әке-шешесі киіндіретін, тамақтандыратын, баспанамен қамтамасыз ететін бір үйдің ерке қызы төрде отырған. Сіз алып келесіз үйіңізге. Ол төрде отырған ерке қыз етекке түсіп, бүкіл адамдардың жағдайын жасау керек болады. Небір адамдар сынайды, мінейді, оның бәріне көну керек болады. Енді қараңызшы, сіз қызыңыз бар, күйеуге шықты, сіз енді баяғыдай, ей қызым ана жерге барып кел десеңіз, қызыңыз күйеуінің рұқсатынсыз әке-шешесінің айтқанын орындай алмайды. Еркек адамның жауапкершілігін түсіндіре алдым ба? Еркек адам қызға әке-шешесіне берілген жауапкершілікті мойнына алып отыр. Ал ойлаңызшы, кез келген әке-шеше қызы үшін жәнін бере ала ма? Жәнін береді. Дәл еркек адамдар қызды алған кезде сол жауапкершілікті мойнына ілінгенін сезіну керек. Ол қыз үшін біреулер жәнін бере алатын еді. Олар бірақ сенің рұқсатыңсыз қызын жұмсай алмайтын дәрежеге түсіп қалды деген нәрсені қалай түсіндірейін енді? Балдарымызға осыны айтайық. Балам, ажырасасың ба өзің біл, мен білмеймін. Енді араларында не болып жатқанын, бірақ біліп ал, қияметте сен сол үшін жауап бересің. Әйеліңнен үлкен жау жоқ, егер сен аманатыңды дұрыс орындай алмасаң.